Барлықтарыңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ақерке. Бүгін сіздерге өте дәмді, жасалу оңай, екі ғана заттан тұратын өте дәмді пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Жұмыртқаларыңыз салқын күйде болса да бола береді. Одан соң мендегі жұмыртқа, үйдің жұмыртқасы. Енді осының үстіне шекерімізді қосып, жақсылап аппақ болғанша 1-2 минут бойы миксерлеп шығамыз. Миксерлеп болғаннан кейін мінекей осындай болу керек. Осының үстіне майонезімізді саламыз. Одан соң тағы да барлық қоспамыз жақсылап араласқанша миксерлейміз. Енді ұнымызды алдын ала електен өткізіп алып, осылай ыдысымызға саламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер, өйткені қатты қою болып кетуі де мүмкін. Одан соң ұн қосқышымызды салып, енді миксерлейміз тағы да. Барлығы жақсылап араластырып болғаннан кейін, егер пирогтарың сап-сары болғанын қаласаңыздар, үстіне аздап қасықтың ұшымен куркуманы қосып жіберсеңіздер болады. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін, дайын болғаннан кейін формамызға құйып 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Кез келген формаға салып пісіре берсеңіздер болады. Сіздерге барлықтарыңызға осы пирогты жасауға кеңес беремін. Оңай жасалынады, әрі қолда бар заттардан пісіре берсеңіздер болады. Мінекей пирогымызда дайын болып қалды. Өте дәмді әрі жұмсақ, әдемі болып көтеріліп шықты. Міндетті түрде менің YouTube арнама тіркеліп, видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен өте дәмді керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Баршаңызға ас болсын.